Баяғы бір заманда бір хан нөкерлермен жорыққа шығыпты. Сөйтіп жүріп бір елге келіп, сол жерге нөкерлермен ат басын тірепті. Сол жат елде ойламаған жерден бір сұлуды кездестіріп, естен тана ғашық болыпты. Ғашық болғаны сонша, туған елін, туысқандарын ұмытыпты. Бұны естіген ханның інісі елші жіберіп, елге қайт депті. Хан болса, інісінің сөзін құлағына ілмей, сабатып, қуып жіберіпті. Сонда інісі екінші елшіні жіберіп тұрып, қолына бір түп жусан беріпті. Хан алдына келген елші ханға бір түп жусанды ұсыныпты. Жусанды ескеген ханның есіне елі, бала кезде інісі екеуінің қол ұстасып ойнаған кездері бәрі көз алдына келіпті. Сөйтіп хан еліне қайтыпты. Жусан исі. Дулат Исабековтың повесінің желісі бойынша түсірілген. Жанардың отын жаулаған, жыл сайын өсіп қаулаған, жусаным қандай туған жер, балалық шағым аунаған, далам құшағай қарар, желбіріп желмен жайқалар, жарықтық Исай жусанның, жаның бір толқып жайтабар. Далам құшағай қарар, желбіріп желмен жайқалар, жарықтық Исай жусанның, жаның бір толқып жайтабар. Тағдырым саған табынып, жетелеп алған табынып, оралам жолдан өтімнің, жусанды иісін сағынып, балауса балған гүл шағын, аңсарым шөлдеп сусарым, аунасам жанға батпайтын, туған жер қандай жусаным. Балауса балған гүл шағын, аңсарым шөлдеп сусарым, аунасам жанға батпайтын, туған жер қандай жусаным. Иісің қандай керемет еді. Мен сенің балаңмын, туған жер. Апа, Не боп қалды? апа дейм. Апа, атам ауырып қалды. Бұл жалға қашанғы бара береміз. Қанша керек болса сонша келесің. Айналайын, мында ғой. Төгіп алма. Қайда әлгі құрғыр дәріні жаңағына көріп едім ғой. Іздесең, өмірі таппайсың. Ой, құдайым-ай. Еркешжан, қарашы. Мынаны әлгі дәрігер қалдырды. Білмейм, бір дәрі. Білем, көріп тұрмын. Қанша тұрады екен? 1 сом 10 тиын. Мынаушы. 17 тиын. Тиынды. Өзімде солай ойлағам. Білдім. Егер
атаң генерал немесе совхоз директоры болса, көререм. Көктем болса да тауып әкелер еді. Иә, есіңде ме? Өткен жылы анау біздің директор ауырғанда қымбат дәрілерменен емдеді емес пе? Еш жерде жоқ дейді. Сондай қымбат дәрі. Қарияларға беретін дәрі дейді. Қатындар бұндай дәріні табу қиын, өзі өте қымбат дейді. Дегенмен директорға тапты. Көрдің бе? Солай. Аты қандай екен? Есімде жоқ. Бірақ жұрт өте қымбат дейді. Онда атам жазылады. Директор тірі жазылды ғой. Еркешжан, не іздеп жүрсің? Меніңше атам ораза айтқа ақша жинап еді ғой. Ол жерде емес. Өзіне де жинаған. Ақша мына бір жерлерде болуы керек. Жақында автолаққа келіп содан қант, шай және өзіне бір көйлек алып едім. Қалғаны пенсиясы осында болу керек. Қанша қалған есімде жоқ. 51 сом. Қайда барып, қай жерден алу керек? Не? Әлгі дәрін айтам. Ойбай, сен әлі кішкентайсың. Ақмақ болма. Үйімізді, малымызды, барымызды сатсам да, ақшамыз мұндай дәрінің бір түйіріне де жетпей. Солай ма? Су. Қазір. Ұйықтады ма? Тыныш, ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатыр. Қара бұқашығым. Саған ғой бәрі жақсы. Сен ештеңені де түсінбейсің.
Еркеш қайда? Қазір келеді. Саламатсыздар ма? Сәлемет па? Сен қайдан жүрсің? А? Саламатсыз ба? Сәлем. Шайды сіз ғана дайындайсыз ба? Әлде кезекпен дайындайсыздар ма? Үйдегі ең кішісі менмін. Сондықтан маған қызмет етуге тура келеді. Қалай, жусан жақсы шықты ма? Қалай десем екен? Химия ма? Дәрі шашты ма? Бірақ жусан мықты шөп қой. Дегенмен жағдай қиын. Бәрімізге жетер ме екен? Білмеймін. Сіздер мұнда ұзақ боласыздар ма? Қара күзге дейін. Жусан жинаған үшін қанша төлейді екен? 1000 сомдай шығар. Бәріне ме? Қайдағы? Әрқайсысына. Онда жарамайды. Ей, тұрыңдар. Жата бермей, бізге жаңа жұмысшы келді. О, сен бе? Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Бәлесін қара. Өзі пысық екен. Тіл табысатын түріміз бар. Бажыр, достап. Мен сіздерге жабысып тұрғам жоқ. Қастарыңа қоссаңыздар адал еңбек етем. Сонда қалай адал еңбек етесің? Жусан шауып дестелей алам. Тағы қолыңа не келеді? Сорпа пісіре алам. Тағы не? Сынғанды жөндейтін құрал сайман ба? Мінеки. Қане, көрейік. Қарай көр. Мынауыңды сатсаңшы. Жоқ, сатылмайды. Онда мені жұмысқа алыңыздар. Мынау не дейді? Сен қалай аламыз? Сен баласың ғой, сені толық емес, жарты адам ретінде есепке алуымыз керек. Жартыдағы, жартының жартысы де. Бас киімін шешсең, ол да қалмайды. Атамның шалғысын, орағын беріңіздер. Берсеңізші. Ей, берсеңдерші. Мә, ал. Әзілім ғой. Қарай көр өзін. Әлі екен,
Эй, Темірлан, тұр! Тіпті түсінбейм. Орақты неменеге алды? Нені алды дейсің? Орақты. Орақты? Қарай көр. Әй, ақымағым-ай. Ақымағым-ай. Аналарға барған екен ғой. Барған екен. Кіп кішкентай боп, дәрі үшін осылай жасайды деп ойламап едім. Әкем мен анам. Ата, әкем мен анама қайттеш. Енді олар ешқашан қайтпайды, балам.
Мені түнімен қорқытқан сен екенсің ғой. Бұнда қалай келіп жүрсің, ақымағым-ай? Бар. Бар дейм. Тоңып қалдың ба? Қазір мен сені жылтам. Қане, кішкентайым менің. Шө, арам қатқыр. Шө. Өй. Шө. Çö. Сәлем. Менің атым Омаш. Сенің атың кім? Еркеш. Еркешжан де. Ей. Сен әдет ғұрыпты білмеуші ме? Қонақты олай қарсы алмайды. Жүр, кеттік. Қане, кетсе кеттік. Иә, жақсы тұрады екенсің. Қане көрсет. Қалай шыдап жүрсің? Саған қажет дүниенің бәрі осы жерде.
Мәдениеттен алыс жүрсің ғой. Одан хабарында жоқ шығар. Міне солай. Әкел қолды. Неден хабарым жоқ? Бәрінен де. Сен кімсің? Дәрігермін. Иә, дайын болды. Тамақ жағы қалай болатын болды? А? Мен қазір. Менің өз машинам бар. Үлкен дүкеннің директорымын. Не қаласам, сон алам. Не істесем де өз еркім. Өзім қожайын, өзім бастық. Аңғарбай дүкеніңді аш, Аңғарбай. Давай, Аңғарбай. Қане. Аңғарбай, ай. Дәрігер дейді. Баланың жағдайы жақсы. Ерте кетіп кеш келеміз. Бәрі дұрыс. Тек сен ойлап уайымдаймыз. Мүмкін үйге қайтарсың? Жоқ, кете алмайым. Бала жалғыз қалады ғой. Мүмкін бізбен бірге тұрар. Айттым ғой. Бармайды деп. Үйін тастап кетпейді. Жұрт қайдағы бір шалды бағып несі бар? Ол кім еді деп күліп жүр. Бізге бөтен адам ғой. Бөтен. Мейлі, айтса айта берсін. Саған көп ақша төлейтін көрінеді. Сондықтан да ауру шалды күтіп жүр дейді. Осы жұрт Құдайдан безіп, адамгершіліктен кеткен ғой дейм. Есіл дерттері ақша. Чүп. Не болып қалды? Не болып қалды? Завялов, не болып қалды, айтсаңшы? Ай, бүлдірді. Апа, сізге не болды? Неге қалшиып жолға тұрып алдыңыз? Кино түсіріп жатырмыз. Бала жоғалды. Аты Еркеш. Кім? Еркеш. Егер көрсеңдер, айтыңдаршы, әжеңіз деп жүр. Жақсы. Өзі кішкентай көрсеңдер, айтыңдаршы, әжеңіз деп жүр деп. Жүрсеңдерші. Құдай ай, қайда жүр екен? Әй, Құдайым ай. Жақсы. Тек ұмытпаңдар. Жақсы, түсіндік, апа. Ұмытпаңдар. Түсіндік. Шүмбіді бірден кейін, Комароваға кетейін, мен жетейін, ексірейін, Балтық толқының көрейін, мен кетейін, Комароваға мен жетейін, Комароваға мен жетейін, сол теңізде мен боламын, өзім қайық бадаласпын, өзім мен табамын, байқамай батып кетсем, мен кетейін, Комароваға мен жетейін, Комароваға мен жетейін, пол второго, удираем Комарова! Төбірмен жылмасаңшы, енді қайтып өспей қалады ғой. Әй, философ, ай.
Мә, Молодец. жарайсың. Еркеш, бар, демал. Ей, жүрсеңші. К. Чү. Апа дейм, атама бірдеңе болды ма? Не болушы еді? Ал сен мұнда не қып жүрсің, а? Не істеп жүрсің? Жұмыс істеп жүрмін. Жұмыс дейді. Қанша болмақсың бұл жерде? Маған ақша төлейді, көп ақша. Сосын атама әлгі қымбат дәрін сатып алам. Әй, ақымағым-ай. Әже, уайымдамаңыз, бұл балаға не болушы еді? И что с ним может случиться Иә, вообще? ештеңе де болмайды. Мы с ним Оның обо всем үстіне договорились. жалғыз емес қой. Қасында мен бармын. Он тут не один. Көз қырымда А вот, Мен взгляните, салып вот там мы жүрем. живем. А здесь айналамыз көл, вода, орман, тоғай дегендей. лес, природа. Бірдеңе бола қалса, Но случись ана что, ауылға тогда Ула рукой жүгіріп подать. А барамыз. там люди. Ой, құдайым-ай, атаң сені сағынып жүр. Үйге қайтайық. Апа, сіз жүре беріңіз. Мен барам. Проводил! Шығарып салдың ба? Иә, Проводил! и дұрыс убежал. болған екен. Все мы Түбінде бәріміз бір-бірімізді шығарып саламыз. Қасындағы жігіт өзі бір тәртіпті бала екен. Дұрыс деген. Маған арқа сүйемей, жалғыз үйренсін. Бас көтермей жұмыс дейм. Саған керек дәріге көп ақша табам дейді. Сол дәріні ішіп атам Құлыным-ай, сеніп жүр екен ғой, сеніп жүр. күзде мектепке барады. Балаға демалу керек қой. Күз жақындап қалды. Мына сөзімізді естімегені де дұрыс. Ну, Мен кеттім. я пошел. Жақсы. Қайда барасың? Жұмыс істеуіміз керек қой. Отстань. Қоя тұр.
жігіттер, пошта алыс па? Бәрі жақын жерде. Здравствуйте. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Шымкентпен сөйлесуге бола ма? Болады. И по срочному? Тездетуге бола ма? Тездетуге де болады. Онда У вас даже жеке отдельный кабинетте жоқ екен ғой. Оның қажеті не? Бұл жерде бөтен адам жоқ. Қызыңмен сөйлесейін деп пе едің? Ну, допустим. Солай делік. Қысылма. Мен шығам. Буду вам очень Көп рахмет. благодарен. Сөйлесе беріңіз. Ты что, мальчик, сидишь? Балақай неғып отырсың? А у вас бумаги Сіздерде есть? қағаз, карандаш, маркалар бар ма? У нас Бізде всё бәрі есть бар золотое. алтыным. Журналы, Алматыдағыдай как в Алмате. журналдар да бар. Даже Фломастерлер де бар. Погоди, Тоқтай тұр. человек с девушкой. Қызыммен сөйлесіп жатыр. Понял? Түсіндің бе? Ага. Иә. Да не. О не дегенің? Всё в порядке. Бәрі дұрыс. Кавказские Кавказ горы таулары на высоте. орнында. О, снег как Жол раз бойы қар. приличный. Иә. Батя подарил Әкей мне маған фирменный фирменный вывеску. шаңғы алып берді. Австрия Blue Star. Австрия Blue Star. Да как тебе Қалай сказать? десем екен? Компания подобрала Ғажап вкусное. адамдар. Отец и Дипломаттар пара мен дипломатов. француздар. Два Итальяндықтар да француза бар. и итальяночка. Иә. Да, кстати. Мен саған сыйлық қалтын сақин алып қойдым. Ну, конечно, Әрине принесу. келем. Слушай, Ей, какие мынау кавказские қайда тауды горы? айтып тұр? Где тут у нас Қары снег? нес? А может, у них Мүмкін такая өздерінің игра? ойындарының, әзілдерінің шарты осындай шығар. Қайдан білесің? Сен солай ойлайсың ба? Интересно. Қызық екен. Алло. Алло, алло, Алло. алло, Девушка, я не қарындас, договорил, үзіліп алло. кетті. Алло. Алло. Қап, Спасибо большое. көп рахмет. До свидания. Сау Жақсы сау болыңыз. болыңыз. Порядок. Она Болды, думает, бізді сүйет, ждут, бізді и, күтет, кажется, немножко бізді любят. ойлайды. Вперед. Алға. Қайдағы демалыс үйі? Біз Парижская коммуна атындағы колхозбыз. Қолға түстің бе? Ұста, қане, мынау саған. Міне, ұсталдың. Ұста, қане. Ап, бәрекелді. Ей, қане. Қане берген? Ей, тоқта. Ей, не ойлағаның бар? О чем ты думаешь? Не ойлап жатырсың? А солнце? Күн туралы. Оно светит всё. Күн бәрімізге И бірдей мило шуағын глядеть шашады. на плохих Ол и ешкімді хороших. бөліп жармайды. И все люди Сондықтан должны адамдар да быть бір-біріне жақсылық жасау быть керек. хорошими и делать Солай добрые ойлаймын. дела. Ты многого не Сен знаешь. көп затты білмейсің. Знаю, Білем, мне дедушка атам говорил, солай дейді. что добрые Адам дела баласына никогда жақсылық не жасасаң, ол умирают. далаға кетпейді дейді. Он много знает про Ол көп батыров, біледі. которые жили Атам баяғыда давно, өмір а сүрген люди батырлар не жайында да помнят. көп біледі. И про нас Олардың будут елі помнить, халқы если ешқашан да делать ұмытпайды. хорошие дела. Жақсы іс жерде қалмайды дейді. Ей, Мен философ, философ. мен Я философ просто емеспін, так бірақ думаю. солай ойлаймын. Көзімнің қарасай, көңлімнің санасай, бітпейді ай іштегі
Ғашықтың жарасай Ну ты знаток. Әй, білгіш, А знаешь, сен что жусанның у басқа Волыни да есть аты бар еще и екенін другое білесің бе? название. Какой? Қандай? Артемизия. Артемизия. Да послушай, Бір патшаның говорят, что у царя Артемизия Мавзола деген была жена, әйелі которая якобы қатты излечилась ауырып, вот этим осы шөпті растением. қайнатып И в честь ішіп неё так и жазылыпты. назвали Сол траву әйелдің құрметіне бұл Артемизия. шөпті содан бері А Артемизия еще деп хорошо атап тут. кетті. Бұл грек тілінде Артемис денсаулық деген от сөз екен. греческого. Значит, Иә, здоровый. денсаулық. Выходит, крутить Қалай айтсаң да терпеть, ауырмау керек, здоровости. солай ғой? Выходит. Жаны саудың Здоровое тәнінде сау теле, деген осы. здоровый дух. Түсіндің бе? Ой, Ай, ауырып кетті. Очень Тоқта, глубоко тыныш тұр. Қазір Не дергайся. суырып алам. Так. Сын сен бұйырмасы. Үш жеті бұрын Омашта, Кавказдағы кесіне демалуға, курортқа жібербедік қой. Ал бұл, мұнда не қып жүр? Бәрі түсінікті. Егер саған ақша тағы басқасы керек болса айтпадың ба? Мен бастан ақ сенем, сенің газет сатып, жүк тасып, ақша табатыныңды мен баяғыдан ақ білгенмін. Менен жасырып, қажет не? Айтпадың ба? Осының не керегі бар? Омаш бауырмау, Как ты меня мені нашел? қалай таптың? Иісіңнен таптым. Жетер. Құдайым-ай, қандай ұятсыздық. Кеттік. Твои друзья? Достарың ба? Друзья, Дос дейді. они еще узнают. Омаштың кім екенін мен оларға әлі көрсетем.
Омаш, Омаш. А? А? Что? Не болды? Ты плачешь? Сен жылап жатсың ғой. Тебе показалось. Саған көрінген ғой. Я тоже детство Кішкентай плакала. кезімде мен де түсімде Мама жылағанмын. говорила. Анам солай дейді. А проснусь, Оянсам есімде ничего жоқ. не помню. У нас в Бізде интернате интернатта да тоже есть компания бар. Куда меня не Бірақ берут. менің оларға А я қосылуға не ықыласым жоқ. А эти? Түкте. Кімдер олар? Фу, Ұшып приехали, кететін шаң проехали. сияқты ғой. Кто они? Келді де Пыль на кетті. Пыль. Шаң дейді. Хотел Мен бы де быть сондай такой шаң пылью. болсам ғой. Они сумели Бай родиться әке-шешелер бар. вовремя. Өз уақытында семье. өмірге келген. Очень важных и нужных керемет кому-то болар еді. пап и мам. Тебе так Солармен сильно араласып хочется бірге быть с ними? жүргің келе ме? Что поделать? Әрине. Хотелось Бірақ бы всё қолдан как келер не сквозь. бар. Их музыка, Олармен араласып, их разговоры. музыкаларын тыңдап, Входить в үйлеріне дома, қонаққа барып, быть как они. қысқасы солар сияқты өмір сүргім келеді. Знаешь, Шетелде вот я и придумал себе ақшашты, целую жизнь бай, отца. кәрі әкем бар Такого дегенде старого и арман ғой. седого, который всё время Әркімнің живет за границей. өз ортасы бар. Такого, как Олар он. өздерінше өмір сүреді, Они признают ал только біз своих, өзімізше. своей стаи. А она Қызың тоже да такая? сондай ма? Помолчи. Болды, а? Спи. Ұйықта. Я приду сегодня Мен бүгін поздно. кеш келем. Омаш! Эй, композитор, табылды. Ей, мен сені көп күттім ғой, қайда болдың? Жақсы шалғындық жер таптым. Қандай жер? Жусан дегенің көп. Мына біздің айналамызды қараш. Түк жоқ. Ал ана жерде жусан дегенің. Енді мен түнде жұмыс істеймін де, күндіз демалам. Ал сен үйге қара. Енді бәрі жақсы болады. Жинап жатырмыз. Ешқандай. Қазір мен арбаны ауылға апарам да, тез қайтып келем. Мен де барайыншы. Мен де. Жоқ, сен үйде қалып тамақ жаса. Қожайынмен менің өз есебім бар. Қой шын. Қане, бол. Колонна, екеуден қатарға тұрыңдар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бір, екі, үш. Қане, ванна кислород, алға қалып қоймаңдар. Тастан аға. Тыныш. Тастан аға, қара. Смотрите. Қараңызшы.
Омаш аға! Сізге не болған? Омаш аға! Омаш аға! Омаш аға! Омаш аға! Омаш аға! Омаш аға! Не? Будут у меня эти проклятые. Менің де қолда толақшам болатын күн туады. Сонда көреді олар. Әлі қалдымда құрдай жорғалай сыйлайтын болады. Әлі көреді олар. Тоқтай тұрыңдар. Білем. Мен әлі сендерге көрсетем. Көрсетем. Омаш аға не деп жатсың? Омаш аға! Мына арбаны ауылға апар. Ауылға. Қайда? Көпірге дейін апарсаң. Мына хайван өз-ақ тауып барады. Ал сен ше? Бол. Тез. Күн шықпай тұрғанда үлгеру керек. Иә. Раушан, ауылда бөтен адам көрген жоқсың ба? Жоқ, көргем жоқ. Үшінші күн болды. Түнде біреу есегімді ұрлап жүр. Ал таңертең көпірдің қасына кеп тастайды. Қызық. Менің есегімде несі бар екен? Қолыма түссе оңдырмайым. Түсінбеймін. Не үшін алып кетеді? Балақай саған не керек? Йод. Йод деймісің? Және дәке. 1 километрдәкінен бір шелек йод бер. Қане? Жарайды. Менің есегімде несі бар екен, а? Көмектес. Сен ұрысың, Омаш. Ұры. Айтады екенсің. Мен не? Осының бәрін жалғыз өзің үшін істеп жүр ғой, деймісің? Сен үшін. Сенің атаң үшін. Қорқпа. Ештеңеден қорқпа. Қорқпа. Бұл шөп үшін ештеңеде болмайды. Түсіндің бе? Басқалар ұрламайды деймісің, бізде де ұрлайды. Бізде? Ал енді кімде? Ұрлағанды қандай? Дүкендегі де. Базардағы да. Олар ғана байлықтың бәрі қайдан келіп жатыр? А? Қайдан келіп жатыр? Алсақ өз несібемізді алып жатырмыз деп ойла. Керек жоқ, түсіндің бе? Бері кел. Бері кел деймін. Қане бері. Қане байлашы. Сен бәрібір ұрысың. Ұры. Ал сен кімсің? А? Не, бұның бәрін қайдан алғанды білмеп пе едің? Жарайды. Мен сенің ақымақ екеніңді білем. Ал жұртшы, оларға не дейсің? Сондықтан сен де мен сияқты ұрысың. Түсіндің бе, мен сияқты? Бар, жұмыс істе. Ергеш! Ергеш! Кел, шайыңды іш.
Жетер енді осы ренжігенің. Олар бүгін мені ұстай алмайды. Көрсетем мен оларға. Мені күт. Жайлау жанның жайланар, анамдай сүйіп аймалар, туған жер бар далаңа, жететін бақыт қайда бар, тапқандай судан қуатты, күндерді кештім шуақты, жарықтық жусан жұпарай, даламның демі сияқты. Тапқандай судан қуатты, күндерді кештім шуақты, жарықтық жусан жұпарай. Фильмнің редакторы Бақыт Қанат, дыбыс операторы Евгений Овсяников.